Сәлеметсіздер ме? Қазақ тілі мен әдебиеті сабағына қош келдіңіздер. Алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы шоқ жұлдыздар. Бүгінгі сабақта тыңдалым материалдардың мазмұны негізінде сұрақтарға жауап бересіздер, және берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беріп, шағын диалогке қатысасыздар. Және грамматикадан болымды және болымсыз етістікті еске түсіреміз. Алдымен бүгінгі сабақтың жаңа сөздерімен таныс болыңыздар. Шоқ жұлдыз, жорамалдаған, мәңгілік өзгермейді, ілім, дәлелдеу, дөңгелек және ғылымды дамыту. Есте сақтап қалыңыздар. Келесі сұрақтарға жауап беріңіздер. Қандай шоқ жұлдызды білесіздер? Және олар қалай қозғалады? Какие созвездия вы знаете и как они передвигаются? Келесі тапсырманы орындау үшін алдымен біз болымды, болымсыз етістіктерді еске түсірейік. Сонымен болымды етістік дегеніміз істің болатынын, болғанын білдіреді. Ал істің болмағанын, болмайтынын білдіретін етістіктің түрін болымсыз етістік дейміз. Болымсыз етістік болымды етістікке ма, ме, ба, бе, па, бе жұрнақтары жалғану арқылы жасалады. Мысалы қараңыздар, айт десек, говорит, айтпа, не говорит, кел, келме, ал, алма. Сонымен бірінші жазылым тапсырмасында берілген етістіктердің түбірін анықта, болымсыз етістікке айналдыр. Рассмотрим на примере. Возьмем первое слово, первый глагол, бөлген. Бөль – это корень, ме – суффикс отрицания, и ген – это суффикс давно прошедшего очевидного времени. Керемет, орындап болсаңыздар, өздеріңізді тексеріңіздер. Келесі мәтінді бірге оқимыз. Ерте заманнан адамдар жұлдызды аспанды шоқ жұлдыздарға бөлген. Қазіргі кезде 88 шоқ жұлдыз бар. Көп уақытқа дейін халық жұлдыздар орнынан қозғалмайды деп жорамалдаған. Аристотель заманынан бастап ғасырлар бойы жұлдызды аспан мәңгілік өзгермейді деп сенген. Аспан хрусталь, сфера, оның сыртында құдайлар өмір сүреді деп сенген. 16 ғасырдың соңында Джордано Бруно жұлдыздар күн сияқты аспан денелері деп пікір айтқан. Ғалымдар жұлдыздарды дүние жүзіндегі үлкен расатханалар мен астрономиялық орталықтарда зерттейді. Қазақстанда астрофизика институты зерттейді. Неміс ғалымы Бессель аспан әлемін зерттеген. Бессель жаңа аспан денелерін ашқан. Ғалым әлемдегі бірінші астроном. Ол 75 мың жыл жұлдыздың орнын анықтап, Коперниктің ілімін дәлелдеген. Коперник жердің дөңгелек екенін алғаш айтқан. Бессель Кёнигсберг расатханасында жұмыс істеген. Бессель 19 ғасырда ғылымды дамытуға көп еңбек еткен. Келесі оқылым тапсырмасын орындаңыздар. Мәтіннен шоқ жұлдыздар туралы ақпаратты тауып оқыңыздар. Бесінші оқылым айтылым тапсырмасында
бұл жұптық жұмыс. Төмендегі жоспарды мәтін бойынша орналастырыңыздар. Жарайсыңдар. Өздеріңді тексеріңдер. Келесі 6-шы тапсырмада етістіктерге тиісті қосымшаларды жалғап, болымды етістікке айналдыр. Керемет, өздеріңді тексеріңдер. 7-ші тапсырмада мәтін бойынша сұрақ құрастырып, диалог құрыңдар. Өздеріңді тексеріңдер. Келесі шашылған сөздер ойыны. Шашылған сөздерден сөйлем құраңдар. Көп сөйлем құраған оқушылар жеңімпаз атанады. Жарайсыңдар. Өздеріңді тексеріңдер. 9-шы тапсырмада сұрақтарға жауап беріңдер. Астроном ғалым болғың келе ме? Ғалым болсаң, нені зерттер едің? Оқушыларға не айтар едің? Ықтимал жауапқа назар аударыңыздар. Келесі 10-шы тапсырмада ой-моншақ 4 топқа бөлініңдер де біз жұлдызшымыз тақырыбына мәтін құраңдар. Керемет. Өздеріңді тексеріңдер. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.